Дипломға мәтін жазу үшін ең оңай бағдарлама InShot. InShotқа кіреміз. Бұл жерде видео монтаждауға болады, фотоға мәтін жазуға болады және коллаж жасауға болады. Фотоны басамыз. Галереядан жаңағы Pinterest'тен жүктеп алған диплом нұсқасын аламыз. Мынаны алайын. Бұл алтын көзге лайықты, е? Енді мына жер текст дегенді басамыз, Т-ны жазамыз. Диплом деп бірінші атауын жазып алайық, диплом. Мына жерден түстерін өзгертуге болады. Мынау граница. Қызыл, ақ, қара қоюға болады. Мінекей мына жерде сыртындағы мәтіннің сыртындағы границасы. Обводкасы ғой. Қара, ақ, қызыл қандай түс өзіңіздің қалауыңыз бойынша істейсіз. Мына жерде мен қараны қойып отырмын. Әдемі болады екен. 30% жасадым. Мінекей галочканы қосамыз, тұрады. Диплом деп бүйтіп қойып аламыз. Мына жерде біткен кезде міне ортасынан сызық шығады. Сонда дәл ортасы деген сөз. Мына жерге қоямын мен. Енді мәтінді жазылатын дипломның мәтінін үлгісін WhatsAppқа сақтап алсақ болады. Сол жерден әкеп вставить ете салу оңай болады бізге. Қазір мен WhatsApp'тан алам. WhatsApp'тан копировать етіп алдық мәтінді, енді вставить етеміз. Сосын мына жердегі сөйлемдерді түсіреміз, бұлай кішкене сыйғызамыз. Бұлай қысқартып аламыз да. Мына жерін редактировать еткен кезде үстін басамыз, сонда ашылады сөйлем. Бір саты төмен түсіреміз. Мына жерде де көптеу болып тұр. Мынаны бұлай түсірейік. Мынаны көтереміз. Примерно осылай. Енді бұл мәтініміз қара түсті болғаны дұрыс болады. Қара қоямыз. Марапатталады деген сөзді вырезать етіп ала салайық. Өйткені ол қызылмен жазылады. Вырезать. Подкаст көрінбей тұрмын. Подканы ақ жасайық. Сонда дұрыстау болатын сияқты. Anamdı ansap barganda, sen biri turgan barmanga, murjalı kara uşağın, sel suып оттан қалған ба. Осылай дұрыс болатын сияқты. Мынаны кішкене көйтеміз. Мінекей тура ортасы осы. Мынаны өшітеміз. Тағы тексті басып вставить етеміз. Жаңағы марапатталды деген сөзді. Бұны біз қызылға бояймыз. Мінекей, мына жерге түседі. Мінекей бүйтсеңіздер, ортасындағы сызық шығады. Сонда ол дипломның тура ортасы деген сөз. Мына жерге бұлай қоямыз. Астына мектеп директоры деп жаза саламыз. Осыны қоямыз. Мінекей қолымызбен қыссақ кішіреді. Мына ручканы басқан кезде изменить шығады, сол жерден мынаны қара түске бояймыз, границасын.
ақ жасаймын. Сонда мінекей. Бұны да былай жылжытамыз, тура ортасына қоямыз. Және оқу жылын жазып қойсақ та болады. Беріктас ауылы 2022-2023 оқу жылы. Бұны да былай қолымызбен кішертеміз. Диплом дайын. Мына үстінде тұрған стрелканы басамыз. Дипломымыз неге жүктеледі? Галереяға. Диплом дайын. Неге? Диплом дайын.